Козлук. Гүлзар Дерменчи. Зера Шерфе ойлы олды, қартлығында бір озы қалды. Не ақайы бар, не де балалары. Бір озчугы бір одалы квартирада яшай. Оз тілімізде китапларны сатын алмаға ве оларның бір ерін қалдырмай оқып чықмаға севе. Газетні есе сорамаңыз. О газетсіз яшап оламай. Ем тікіштікмеге де пек севе. Ама қартайған сайын адамның көзлері зайыфлаша. Зера Шерфеде буалға түшті. Екімлер амелият яптырсаңыз, көз бүлірчіклеріні деніштірсеңіз, яқшы көрерсіз деділер. Зера Шерфе бұның үшін топлаған парасыны ажымады, екі көзіне де амелият яптырды. Енді таққан көзлігінің ойчысы баяғы ексілді, яқшыжа көріп башлады. Оның бұндан қуванчы көкке етті. Бірқач ел бойлы кечті. Кеткете яшы да есленген соң, көзлері де есленді елбет. Енді көзліксіз ичде не оқып ола, не де тікіш тікмеге біле. Икея еткеніміз вақытта Зера Шерфе 70 яшыны толдырды. Бір күні о көзлігіні жойды. Көзлік қыдырылмаған бір ер қалмады. Бүтін өмірі ожалық япқан Зера Шерфенің одасында әлбетте язым асасы бар. О язым асасының бір тарафыны қыдырып шықты. Одада қыдырылмаған не төпелер, не де ашалар қалды. Ерні бақты. Насыл шей бұ деп кейфі бір таман бозылған Зера Шерфе, «Аллам, делі олдым шу көзлігімні қыдырып, ер ярылды, ер түбіне кірді», деді о юрек аджысымен. Бойлы олғанына пек үнжінді. Бір арада бір ерда амам одачығы қыдырылмай қалғаны бірден есіне келді ве о талағыны қаттырып, балконындан одасына чапып кірді. Андан да аяттан амам одасына соқылды, ашықып ерні бақып шықты, не ванна түбі, не де оның янлары қалды, көзлік мұнда да жоқ еді. Сен көзлерге көзлік едінде. Сен олмасан мен не yapacağım? Тез тапыл, аңлайсың мы, көзлік? Деген сөзлері янықлап тұрған Зера Шерфенің ағызындан өз-өзлігінен шықтылар. Бұ арада бірден чешменің төпе диварында асулы тұрған күзгіге көзі түшті. Зера Шерфе неге оғрағанını білмеді. Ағызы açылып қалды. О бір қазық кебі күзгіге тікіліп қатып қалды. Күзгісі. Көзлігі илмелері құлақлары артында. Көзлерінің төпесінде маңлайына көтерілген алда тұрғанını göstere еді.